Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін салмасына жұмыртқаны қажет етпейтін сметаник пирогының ерекше рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бізге ұн, қопсытқыш, сары май, қант, жұмыртқа қажет болады. Ұнға қопсытқыш, қант салып, араластырып аламыз. Сосын үстіне сары май, жұмыртқаны салып, жұмсақ қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Қамырды илеп алғаннан кейін тоңазытқышқа 15-20 минутқа қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге сгущенка, қаймақ және крахмал қажет болады. Барлығын бір ыдысқа салып, жақсылап араластырамыз. Салмамыз дайын болды. Енді формамызды алып, осы формамызға қамырымызды біркелкі етіп жайып, бортик жасап дайындаймыз. Қамырды формамызға біркелкетіп орналастырып алғаннан кейін, ішіне салмамызды саламыз. Қалауларыңыз бойынша жеміс-жидек салсаңыздар болады. градуста қызып тұрған пеште 35-40 минутта пісіріп аламыз. Қыздар, әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан пирогты қадағалап тұрыңыздар. Пирог дайын болды. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдеп, немесе осылай ұсынсаңыздар болады. Менімен болғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.